Каспий банк туралы біраз болды обзор жасамағанымызға. Негізінен былай өзім қарап жүрмін, бірақ сіздердің сұрақтарыңыз көп бұл акция туралы. Негізінен жарты жылдығын қарайтын болсақ, баға 51 мыңнан қазір 38 мыңға түсіп отыр, ал бір жылдығын қарайтын болсақ 54 мың болған. Ең жоғарғысы қазір 38 мың теңгені құрап отыр. Негізінен Каспий банктың акциясының баланстық бағасын қарайтын болсақ, алдыңғы жылмен салыстырғанда қазіргі кезде баланстық құны Каспий банктың 8340 теңгенің шамасында болып тұр. Алдыңғы жылы ол 6900 теңгенің көлемінде болатын болған. Яғни өсім бар, капитал өсімі бар деген шешімге келуге болады. Бір жылдың ішінде акциясының бағасы 25%-ға жуық түскен, бірақ басқа банктерге қарағанда бұл банктың акцияларын долгосрокқа алуға болады негізінен. Инвестициялық ұсыныс емес әрине, бірақ минимум 3 жыл, 5 жыл бұл акцияны қарастыруға болады. Қазір ары қарай тағы көріп кетейік. Енді Freedom брокерінің, Freedom аналитиктерінің целевой бағасы дейді 57 мың теңге деп көрсетіп қойыпты. Ол қазіргі бағадан 50%-ға жуық деген болжам көрсетіп отыр. Бір қарапайым акциясы бойынша. Бұл акция әзірге дивиденд туралы ешқандай ақпарат жоқ, тек қана өзінің ішіндегі Каспий холдингтің акция ұстаушыларына дивиденд бар, АО Каспийға әзірге дивиденд төленіп жатқан жоқ. Бірақ ақпарат жоқ, ол туралы кім білет, мүмкін дивиденд туралы ақпарат шықса, онда әрине бұл бағаға әсер етеді. Енді біз 2025 жылдың соңғы кварталын қарайтын болсақ, сіздермен, үшінші кварталын қарайтын болсақ, ол кезде получается январь мен сентябрь айларын қорытындысын алайықшы примерно. Ол кезде пайдасы компанияның 2,2 триллион теңге құраған, ол 20%-ға жоғары алдыңғы жылмен салыстырғанда, бірақ бұл турецкий маркетплейстің компаниясын санамағанда, мен Каспийдің өзін айтып жатырмын, ал таза пайдасы үшінші кварталға санайтын болсақ 115 миллиард теңгені құрап отыр. Негізгі транзакциялар бойынша, Каспий Pay бар, Каспий бар, ішіндегі бүткіл несін қалай айтады, Каспийдің ішіндегі барлық услугаларын қосатын болсақ, ол кезде 11 триллионнан асып кетеді. 11,5 триллион теңгеге үшінші кварталда көрсетеді. Бүткіл несін алатын болсақ, сегментін алатын болсақ ішіндегі. Негізгі 9 айдың ішінде көрсеткіш жаман емес. Акциясы түскенмен компания таза пайдасы көтерілген, және компания байбекті қолданды, акцияларын қайта сатып алу жөнінде. Және енді 2 мартқа қарай көреміз аудиторлық көрсеткіштерін. Енді результаттары қатты күшті керемет деп айтпай, бірақ результаттарды жаман емес. Өзінің ішіндегі технологиялары бойынша жаман емес. Каспий әлі күнге дейін өзінің Қазақстандағы долясын азайтқан жоқ. Мысалға, егер сіздер акцияның бағасын мысалы 6 ай бұрын сіздер 50 мыңға алып қойсаңыздар, 51 мыңға, немесе бір жыл бұрын сіздер көрсеткенде 54 мыңға алып қойсаңыздар, бір-екі акцияларыңыз болса, онда сіздер қазір 38 мыңға алып, 38 мың 200 теңгеге алып, бағаларыңызды акцияның портфельдегі
бағасын орташаландыра аласыздар. Ол туралы менде видеолар бар, қарап шығыңыздар. Қазір алып қалсаңыздар, бағаларыңыз портфельдегі акцияның құны орташаланып азаяды. Яғни қатты минуста болмайсыздар деген сөз. Негізінен бағаны айтып кеткендей, енді акционерлердің жиналысына қарай ақпарат болады, бірақ егер сіздер артық ақшаларыңыз бар болса, онда қазіргі кезде алда келе жатқан 3 жылдыққа, 5 жылдыққа жоспар құрған болсаңыздар, стратегияларыңыз ұзақ болса, алып қалсаңыздар болады. Алып қалсаңыз дегенде мен қазір 5-10 миллион салып, 38 мыңнан алып қал деп жатқан жоқпын. Негізінен ақылмен бүйтіп ойлап қарайтын болсаңыздар, онда определенный айына қанша бюджет бөле аласыздар, соған қарай бір акция ма, ай сайын 2 акция алып отырамын десеңіздер, сөйтіп қарастыруға болады, сразу барлық ақшаны құрып тастамай. Әрине, әрбір инвестордың өзінің бюджетіне байланысты, сондықтан ұзақ мерзімді инвестиция ретінде қарастыруға болады.